Заводта болсаң күнбе-күн көрінер еді табысың. Дәрігер болсаң түрлемін сырқаулы жанның бағышын. Ал сенің еңбек жемісің өзгеше тіпті басқадан. Ол өзін арнап ел үшін осынау жүрген жақсы адам. Жақсы адам елдің тірегі, байлығы туған халықтың. Шапағын шашар үнемі көгінде тұрған жарық күн. Сан жастың қамын шертесің, тағдырын ойланып толғанып. Әр үйдің бір-бір еркесін үйреттің өзің қолға алып. Ұстассыз жанда сөнбек күн, шәкіртсіз өмір сусыз жел. Көрінбес ғажап еңбектің бейнетін кешіп жүрсіздер. Жүректе тұра жалқының, жанымда жалын жігер күт. Ұстазым, сенің әр күні, әр сәтің тұрған бір ерлік. Профессия учитель – это самая удивительная профессия, потому что мы работаем с детьми. Первозданный материал. Мы с детьми проживаем свое детство. Дети – это как лист чистой бумаги. Что учитель там напишет, нарисует, как воспитает, вот такие вырастут у нас дети. Эта профессия очень трудная, благородная, важная. Если врач лечит тело, то учитель душу воспитывает ребенка, я думаю. Не то, что нам не нравится, это все мое уже, это все, как сказать, это моя душа, это мои мысли, это мое сердце. Учительская работа.